Әріптестер, сіздерге қазір тест жасауға немесе басқа да онлайн сұрақтар алуға болатын новая форма деген бар. Бізде Google Chrome'ның несі таблицасы, жұмыс таблицасы. Сіздерге оны қалай создать етеміз, соны көрсетемін. Так, Google Chrome'ды ашқан кезде сіздерде мына терезе ашылады жалпы. Яғни сіздердің компьютерларыңыз, аккаунттарыңыз қосылған болса, көріп тұрғандарыңызда аккаунт, Google, менің аты жөнім шығып тұр. Егер сіздерде осылай қосылған болса, приложение деген болады, Google Chrome'ның өзінің приложениесі. Соның ішінде көріп тұрғандарыңызда YouTube, почта, контакт, диск, фото деген болады. Диск дегенді басасыздар. Басқан екен, диск дегенді басқан екен, сіздерге сол диск терезені ашылады. Бұл Google дисктің өзінің қосымша жады беретін несі, дискісі. Так, терезе ашылған екен, сол жақ жоғарғы бұрышта создать деген тұрады. Создать батырмасын басасыздар. Басқан кезде мына жерде толық терезе қазір ашылады. Жасауға болатын таблицалар, документтер, файлдар. Так, ашылды. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде Google документ, таблица, презентация және Google форма деген бар. Форма. Енді бізге керегі Google форма. Google форма. Так, Google форманы басқан кезде сіздерге жаңа қосымша терезе ашылады. Новая форма деп. Яғни көріп тұрғандарыңыздай вопрос, яғни сұрақ қойымызға болады, мына форманың атауын қойымызға болады. Қалаған бір атты қоясыз өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты. Enter батырмасын басасыз. Так, тақырып аты қойылғаннан кейін, мына төменгі жақта вопрос, яғни мына жерге уже тест болса, тест үлгісін құрасыз. Тесттің сұрағы, тесттің варианттарын жасайсыз. Добавить деп арқылы А, Б, С варианттарын құруыңызға болады. Немесе бұл жерге жауапты текст түрінде немесе строк. Мына қарап тұрсаңыздар, жай ғана бір ғана қатар немесе абзац сөйлем жазуға болады. Біз осыны да таңдауымызға болады. Мысалы, абзац, егер сіздің сұрағыңыздың астында оқушы өз жауабын жазатын болса, онда мәтін түрінде кесте тастап кетесіз. Мына жерге другое осы жерге жазылатын болады.